Салем достар, көптен күткен Игра Кальмари 2-ші маусымына шолу жасаймыз. Бір жыл күтіп 2 күнде көріп тастаған фильм ғой бәрімізге. Ал достар, фильмді бастамас бұрын каналға лайк басып, фильм тәрізді комментарийге 3 бұрыш немесе дөңгелек немесе 4 бұрыш қалдырып кетейік. Ең көп комментарий жазған адамға сыйлығымыз бар, және тіркелуді ұмытпайық. Басты кейіпкеріміз ұшақпен ұшпай дәретханаға кіріп, денесінен чипті іздеп тұрып құлағының артынан тауып алады да лақтырып жібереді. Сол сәтте сцена келесі адамға ауысады. Ол ағасын іздеп жүріп иығына оқ тиген полиция қызметкері. Ол оянып жол полиция қызметкеріне ауысып алып, 2 жастарға айыппұл жазып береді. Сол сәтте бұрынғы бастығы келіп, асханаға апарып тамақтанып отырып бұрынғы жұмысына ауысуын сұрайды. Солай арада 2 жыл өтеді. Ки-хун қаладан бір отельді сатып алып, толықта сол жерден шықпай жүреді. Сол сәтте есікті біреу тоқылдатады. Есікке барса астынан визитка береді. Есікті ашып қалса кальмар ойынын жүргізуші тұр екен. Сол сәтте есіктің қоңырауынан оянып кетсе түс екен. Ки-хун өзіне жалдамалы адамдарды алып, ойын ұйымдастырушыны іздеп жүргенін білеміз. Ол жігітке бір сөмке ақша беріп, адам санын көбейтіңдер, уақыт аз қалды дейді. Ал полиция жұмыстан тыс кезде өзінің таныс адаммен корабль арқылы аралды іздеп жүреді. Ки-хуннің адамдары іздеп жүрген ұйымдастырушы қалай көрінетінін айтып, іздеушілерді метроға бөліп тастайды. Іздеушілер қолдарына такчидің конвертін алып, бөлініп іздеуге көшеді. Олар барлық метроны тінтіп, еш нәрсе табар емес. Сол кезде Чунхода корабльмен аралды іздеп жүріп, үміті үзіле бастайды. Ал кешке Ким мен Усок екеуі шаршап тамақтанып отырған кезде, жолдың арғы бетінен такчи ойнап жатқан адамды көреді. Солай олар Ки-хунға хабар беріп, артынан із түсіп аңди бастайды. Келесі кадрда Чун Хи перзентханада дәрігерді күтіп отырады. Солай ол жігітіне хабарласады. Бірақ телефон алмаған соң бұл да ойынға қатысамын деп шешеді. 2 жігіт жалдаушыны аңдып жүріп, нан мен лотерея билетін алып жүргенін көріп, соны қарап тұрады. Жалдаушы бомждарға нан мен лотерея ұсынып қайсын таңдайсын деп ойын ойнап жатады. Көбі лотерея таңдайды. Содан ол нанды жерге төгіп, лақтырып нанды таңдамаған өздерін деп айқайлайды. Ки-хун асығып бара жатып, жол полициясына ұсталынып қалады, штраф жазып береді. Чун Хо стажерінің жазғанын оқып, ол 1-ші маусымдағы Ки-хунды иесіне түсіреді. Жалдаушы нанды лақтырып болған соң көлікке отырып кетіп қалады. Ал екеуі артынан таксимен аңди бастайды. Солай артынан аңдып жүріп, жалдаушыға ұсталып қалып таяқ жеп қалады. Ки-хун 2 жігіттің артынан келіп, тек қанды ғана көреді. Ал жалдаушы оны сыртынан қарап тұр екен. Солай 2 ұсталынан жігітке келіп, олармен ойын ойнайды. Ойын тәртібі келесідей. Олар Су Ли Фа ойнайды. Кім жеңіледі соған 1 рет мылтықты атады. Мылтықта тек 1 оқ болады. Солай екеуі біраз ойнайды. Жалдаушы жалығып мылтыққа 5 оқ салады. Екеуі тағы ойнап Чу Сок жеңіп шығады. Полиция компьютер арқылы ақпарат алып, жалдамалы адамдардың офисіне ұрланып кіреді. Сол сәтте біреу кіріп қалып, керек қару жарақты алып кетіп қалады. Полиция керекті ақпаратты іздеп отельдің адресін тауып алады. Ки-хун өз отеліне келсе, Пинг деген жазуы жанып тұр екен. Ол негізі жанбайтын. Ол қорқып ішке кіреді. Ішке кірсе такчи ойнаған жалдаушы күтіп тұрады. Екеуі сөйлесіп отырып, ойын үшін әкесін өлтіргенін біліп қояды. Соалы екеуі русская рулетка ойнауға кіріседі. Қаруды бір айландырып, екеуі ойнай бастайды. Ки-хун екеуі кезекпен атып отырады. 2 ату қалады. Ки-хунды ашуландырып сен мен үшін қоқсын деп отырады. Ки-хун атып қалғанда бос оқ түседі. Соңғы орында оқ тұр, жалдаушыны ал сен қорқақсың, сен жалдамалы адамсың деп өзін ашуландырады. Сол сәтте ашуға салынған адам өзін атып тастайды. Осымен 1-ші сериясы бітеді. Келесі 2-ші серия шығу үшін комментарийге 2 деп жазып кетейік.